Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман. Бүгін біз 6-шы сынып пропорция тақырыбын өтеміз және пропорцияның негізгі қасиетіне тоқталып кетеміз. Пропорция дегеніміз ең алдымен екі қатынастың теңдігін айтамыз. Ол деген сөз А-ның Б-ға қатынасы тең С-ның Д-ға қатынасы. Бұл жазылған бізде пропорция болып есептелінеді. Біз бұл тақырыпты 6-шы сыныпта өтетін боламыз кеңірек. Мұндағы А-ның Б-ға қатынасы С-ның Д-ға қатынасы тең болатын болса, бұл бізде пропорция деп аталады. Және бұл әріптермен жазылуы және екінші түрі бар, немесе деген. Немесе. Ол деген сөз А-ның Б-ға қатынасы С-ның Д-ға қатынасы. А бөлінген Б, С бөлінген Д. Мұндағы А-ды шеткі мүшелері, ал В-сы ортаңғы мүшелері. Бұны білуіміз керек, өйткені біз есептерде осы арқылы шығарамыз. Және бұл жазылған шеткі мүшелер және ортаңғы мүшелері пропорцияның негізгі қасиетіне тікелей байланысты. Пропорцияның негізгі қасиеті айтады, берілген шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең деп. Ол деген сөз жаңа көрсетіп өткенімдей шеткі нүктелері және ортаңғы шеткі мүшелері мен ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең деді. Бұл пропорцияның негізгі қасиеті, яғни А бөлінген Б тең С бөлінген Д. Немесе А-ның Б-ға қатынасы С-ның Д-ға қатынасы. Пропорциясында А көбейтілген Д тең В көбейтілген С-ға тең. Бұл пропорцияның негізгі қасиеті. Мысалы 2,8-дің 2-ге қатынасы тең 7 бөлінген 5-дің 7-ның 5-ге қатынасы, немесе 7 бөлінген 5 теңдігі пропорция. Себебі 2,8 көбейтілген 5 тең 7 көбейтілген 2. Демек, шеткі мүшелер мен ортаңғы мүшелерін көбейтіп отырмыз, қасиетке сүйене отырып. Олай болса, біз пропорция тақырыбын мысал арқылы тереңірек түсінейік. Бірінші мысал: 5 бөлінген 3,2 тең X бөлінген 12,8. X дегенімізді білеміз, тәуелсіз айнымалы және белгісіз мүшеге. Біз мұндағы X-ті табу керекпіз. X-ті табу үшін біз жаңағы пропорцияның негізгі қасиетіне пайдаланамыз. Демек, ортаңғы мүшелері мен шеткі мүшелерін көбейтеміз. Яғни 3,2 көбейтілген X тең 12,8 көбейтілген 5. Екеуін көбейтетін болсақ, 3,2 X өз жазылады тең 12,8-ге 5-ті көбейтетін болсақ, 64 шығады. X тең 64-ті бөлсек, неге бөлеміз? Өйткені бізде 3,2 мен X-тің ортасында, яғни әріп пен санның ортасында көбейту болады. Ол көбейту теңдіктің екінші бетіне бөлу болып ауысады. 3,2-ге X тең болады. 64-ті 3,2-ге бөлетін болсақ, 20 шығады. Нәтижесінде біздің X-іміз 20-ға тең екендігіне көз жеткіземіз. Бір көріп жазып алсаңыздар болады. Пропорцияның белгісіз ортаңғы мүшесі оның шеткі мүшелерінің көбейтіндісін белгілі ортаңғы мүшесіне бөлгенге тең деді. Сол арқылы X анықтап алатын болдық. Ал біз осы пропорция тақырыбына және бір мысал көрсетейік. Екінші мысал. X бөлінген 4 тең, немесе X-ның 4-ге қатынасы 5,6-ның 8-ге қатынасы. Және біз X-ті мұндағы, яғни белгісіз тәуелсіз айнымалысын
табу керекпіз. Ол үшін біз міндетті түрде шеткі мүшелерін көбейтіп аламыз. Яғни 8 мен x-ті 5 пен 6 мен 4-ті. 8 көбейтілген x тең 5 бүтін 6 көбейтілген 4. 8x тең 5 бүтін 6-ға 4-ті көбейтетін болсақ, 22 бүтін 4 шықты. X тең, жаңағы айтып өткенімдей, сан мен әріптің ортасына көбейтіп болғандықтан, ол мұнда бөлуге түрленіп өтеді. Бөлу 8. X тең 2 бүтін 8. Демек біздің жауабы x-іміз 2 бүтін 8-ге тең екен. Жалпы